Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Бүгін біз коптамыз тағы да. Және бізде қар түсті міне. Жер бірақ қайтадан еріп кетті. Бүгін біз судағы коп жасайтын боламыз, судың ішін іздейтін боламыз. Және мен мынандай резинке етік киіп алдым. Тізеге дейін. Бірақ бұның ішінде металы бар екен. Сол үшін алыстап жүретін боламыз. Аппарат қазір настройка жасайық бірге. Қазір режим пляжға қойдым. Ештеңе жоқ мына жерде. Чувствительность бірінші көбейтіп аламыз. 90 жетеді бізге. Мына таза бұл жер. Частота нелерге тиіспейміз. Баланс грунта жасаймыз осы жерде. Суға. 60. Частота 14. Және кеттік міне. Дискрим 15. Судың ішін іздейтін боламыз. Қызықты сигналдар және де табыстар болса бірге тамашалайтын боламыз. Достар, бізде бірінші сигнал. Осындай әдемі сигнал. Қазір қасып боламын, не екенін көретін боламыз. Аппаратты суға қоям. Суға батырмай қойын енді әзірге. Қол жаурайтын сияқты еткені. Сол себептен мына жер қоя. Енді скуп дегендер жоқ. Күрекпен көретін боламын енді. Жай. Тасты аударып тастадық. Енді мына жерде резинка алып жүрейік шамалы. Опа. Бір тексер жүрейік. Мына жерде. Тағы бір тексерейік. Қазір осы жерді қасып болайын, сосын көретін боламыз. Бір қолмен қазу ыңғайсыз келтіріп тұр. Міне жаңағы сигналды қасып болдым. Бұл бізде мынандай бір темір екен. Немесе алюмин ба? Алюмин болуы да мүмкін, темір болуы да мүмкін. Осы екен. Міне достар, бұл жол бізде мынандай сигнал. Темір екен. Және мен бір балықшыларға кеңес берейін. Мына қараңыздар. Қыста червякті қайықтан алуға болады. Мына қараңыздар. Тастың астынан. Тағы бір червяк жүрген жаңа осы жерде. Осындай тастарды аударып қалсам, астына червяктар шығып жатыр. Мысалы, бір тасты аударып көрейік. Мына червяк. Бір червяк кетіп бара жатыр. Көрдіңіздер ме? Осылай. Тастардың астынан червяк шығады екен. Қыста. Кезекті сигнал. Және оны мен уже қасып қойдым. Себебі мына жақтан сигнал берген. Бұлай қазсын. Себебі мына жаққа кетті. Қазір осы сигнал көрейік не екен. Қолмен көретін боламыз. Опа, қолға сразу түсті. Және бұл бізде қиын екен. Жоқ, ортасы тесік екен.
Жоқ, тиын емес бұл. Шайба ма, сондай бір зат. Металл темір болу керек. Мына достар, кезекті сигнал бізде. Бізде мына жерден берді сигналды. Алдын мына жерде. Осы жерде жатыр дейді. Қазір көретін боламыз. Крузерді қойып қояйын осылай. Оп. Қолыммен көрейік енді. Оппа, тағы да бір қолымызда не бар? Оппа. Кольцо. Сақина, қараңыздар достар. Бүгінге бірінші сақина. Қараңыздар. Майысқан ба? Металл, не металл екенін біле алмай тұрмын. Сигнал бойынша 50 қылып көрсетіп тұр. 45-50 қылып. Күміс болса жоғары қылып көрсететін еді. Осындай. Лайк басып отырыңыздар. Крузер. Суға батырып көрейік крузерді. Амфибиомы тексеріп көрейік. Жоқ қоя қарасында. Су бірақ мұздай. Жаурақ болған шығар может. Міне, істеп тұр. 5 метрлік тереңдікке дейін батыруға болады крузерді. Бірақ бізге бүгінше тек катушкасын батырсақ болды. Дауыс колонкаға су толып қалды. Бәсе. Бізде достар кезек сигнал. Бұл бізде мен ойымша майда тиын немесе майда алтын болу керек. Айтқандай, бұл бізде тиын. Екі копейк. Міне тағы бір дене таптым. Достар, бізде кезек табыс. Және сіздерден сұрайын деген, осылай түсірген дұрыс па? Әлде камераны үлкейткен дұрыс па? Қазір көрсетейін сіздерге. Осылай түсірген дұрыс па? Жақындап көрсем. Осылай дәу қылып түсірген дұрыс па? Немесе кішкентай қылып түсірген дұрыс па? Міне достар, мен қазір эксперимент ретінде нотасты аударып көрем. Астынан червяк шығам екен. Және көретін боламыз, қанша червяк шығатын. Міне достар, червяк шықпады, бірақ тастың бетінен шықпады, бірақ қараңыздар. Астында 2 червяк бар екен. Анау құрттар жабысып жеп жатыр червяктарды. Міне қараңыздар. Міне бір червяк. Міне екінші червяк.
Қараңыздар не алып шыққанымды. Жүз теңге. Қасық. Сигнал высокий. Машинаны түсірейін дедім. Машинаны түсірейін дедім, машина. Тачки жатыр ғой. Без копеек. Вот мына жерден сигнал алады. Алюмин қасық. Мына жерде бағасы да жазылып тұр. 4 копеек деп бағасы. Ауыр зілдей темір. Қалыңдығын қараңыздар. Оп. Тағы бір жалғыз. Ой. Темір ғой. О, здоровый темір. Что-то снарядтардың басы сияқты ма? Қараңыз. Айлан шығып отыр. Иә. Тас қазып алам. Міне тағы бірдеңе таптым.
қараңыздар. Міне судың сыртына қарай шықтым. Қараңыздар не шыққан. Он 19 деп фольгамен бірдей қылып сигнал беріп тұрды. Мына жерін мен күрекпен шауып жүрдім. Байқамай. Бұл не? Браслет болған ба, сағат болған ба? Темірдің сыртынан қаптаған сияқты. Немесе нержавейка. Кезекті табыс бізде. Мына кезекті табыс. Бүгін мен столовый набор жинақ қойдым біраз. Нержавейка. Бағасы жазылып тұр. 45 копеек дейді. Қымбат екен мынау.